Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер қауым, кітапхана оқырмандары. Жазушы сатира сарбазы Төрежан Мәндібайдың 85 жасқа толуына орай сатира Сардар атты кітап көрмесіне библиографиялық шолу сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ауылда жүріп-ақ күллі республика жұртшылығының сүйіп оқитын жазушысына айналған сатирик Төрежан Мәндібай. Төрежан Мәндібай 1937 жылы 18 наурызда Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Сарыкепкен колхозында туған. 1960 жылы Қызылорда педагогикалық институтының физика-математика факультетін тәмамдаған. Ұзақ жылдар педагогтық қызмет атқарған. Орта мектеп оқушыларына математика пәнін оқытудың адал жолынан шықпаймын деп қаншалықты тырысқанымен бойдағы дарын бәрібір өз деген істетеді. Ерікке қоймай гипертония деп әңгіме жазғызды. Талаптыдан шыққан әңгіме бағы жанып таланттардың қолына түсті. 1975 жылы Жалын журналында тасқа басылған гипертония әдеби жыл қорытындысында осы жылдың ең үздік әңгімесі деп бағаланды. Шынында да сол кездегі өзге сатиралық әңгімелермен салыстырғанда тақырыбы тосын, композициясы өзгеше, тілі бөлек, шешімі шұғыл әңгіметін. Яғни сатираға өзіндік қолтаңбасы бар жаңа жазушының келгендігін айғақтап тұрғанды. Сөйтіп, Төрежан Мәндібай алғашқы туындысымен-ақ әдебиеттегі жаңа жаза бастап, жаттығу кезеңдері дегенді белінен басып, әдебиет ортасына үнемдей кіріп, төрде отырған марқасқа сықақшылардың қолының ғана емес, батасын алып үлгерді. Бұл кез келген жазушының маңдайына жазылмаған, тек тума талантқа ғана тән нәрсе. 1982 жылы кеңестік цензураға сәйкес түзелген, құйрық жалы күзелген сыпыртқы командасы атты тұңғыш жинағы Жалын баспасынан жарық көрді. Жыланды 3 кестеде кесірткелік қауқары бар деп, соның өзінде де кітап Төрежан Мәндібай деген сатирикті күллі қазақ жамиғатына мақұл етті. Мұның сыры Төрежан аға гипертония, сыпыртқы командасы, Аралдың ар жағынан Қызалбек сияқты алғашқы әңгімелерімен қазақ сатирасына жаңа леп, жаңаша бағыт әкелмеді. Алғашқы өлеңдері, әңгімелері Жас керуен, Жібек жел, Күлемді қайтеміз атты ұжымдық жинақтарға енген. 1982 жылы сыпыртқы командасы, 1987 жылы оңай деймісің, 1997 жылы махаббат минуты, 2004 жылы қазығұрт құрасаң атты сатиралық кітаптары жарық көрген. 100 сықақ әңгіме, 100 публицистикалық әңгімелері баспасөз беттерінде жарық көрді. Үш қоңыр деген газетінде жазушы сатириктің қырық әңгімесі басылып шығарылып, оқырман назарына ұсынылды. Публицистикалық шығармалары 60-70% дат газетінде басылды. Алтын ғасыр бүгінгі таңда сатириктің шығармаларын оқырман назарына ұсынуда. Қазір әншінің «Бәр композитор» деген шығармасы Керекенто газетінің 2015 жылғы 16 шілде санында жарық көрген. Кез келген әншінің ән шығару керек болса, Күләш Байсейітова, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Майра Мұхамедқызы бар. Солар неге ән шығармайды? Өйткені ән жазудың өз маманы бар екенін біледі. Сатирик Төрежан Мәндібай шығармаларын зерттеп жүрген профессор сыншы Алпысбай Мұсаев. Ол кісінің «Мәңгі өлмес» атты кітабы шықты. Бір тарауын Төрежан Мәндібай шығармаларына арнаған. Қазақ сатирасы деген кітабы Парижде, Венада жарыққа шыққан. Жазушы сатира сарбазы Төрежан Мәндібайдың 5 кітабы жарыққа шықты.
1982 жылы «Спыртқы командасы», 1987 жылы «Оңай деймісің», 1997 жылы «Махаббат минуты», 2004 жылы «Қазығұрт Орасаңы» жинағы басылды. Құрметті оқырман қауым, сіздердің назарларыңызға ұсынылған әдебиеттерді Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының кітап қорынан алып оқи аласыздар.